Бүгінгі видеода күнделікті көретін киноның пайдасы мен зияны туралы айтамын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видео соңында келесі қандай видео шығатынын білетін боласыздар. Айына бір рет болсын кино әлеміне ену арқылы күйзеліске түсу, зерігу, сағыну сезімдерінің мүмкіндіктерін 62%-ға төмендете аласыз. Алайда нашар киноның теріс әрекеттер беретінін естен шығармаңыз. Киноның түрлері үрейлі фильмдер, яғни қорқынышты фильмдер Альцгеймер ауруын алыстатады. Яғни қорқынышты фильмдер көрсеңіз, Альцгеймер ауруымен ауырмауға болады дейді. Резеңке бетперде киген бет аузының тілімін шығарып қанмен жуылған кейіпкерлер ми қызметін 25%-ға арттырады екен. Сондай-ақ Альцгеймер сырқатының пайда болуына да тосқауыл бола алады дейді мамандар қауымы. Ал комедия көріп инфаркттың бетіне күліңіз. Бір кинода 30 минут бойы күле алсаңыз, қан тамырларыңыз кеңейіп, қан айналымы жақсара түседі. Бұл дегеннің жүрек қан тамырлары ауруларына жол жоқ деген сөз. Боевик яғни атыс шабыс қан қысымын төмендетеді. Жағымды кейіпкер өз күшімен жағымсыз кейіпкердің бетін бұзып талқанын шығарып жатса, қандағы адреналин дәрежесі көтеріледі екен. Бұл гормон кортизолдың қан тамырға әсерін бәсеңдетіп, соның арқасында қан қысымы төмендейді. Яғни қан қысымы жоғары адамдар қарауға болады боевикті. Ақпарат интернеттен алынған, яғни осы денсаулық үшін каналында көбі интернеттен алынған, өз тәжірибемнен өткенінде бар, жартысы интернеттен алынған. Интернеттен алып сіздерге оқып беремін. Яғни оқимын немесе түсінгенімді айтып беремін. Сіздерге жеңіл болу үшін. Мысалға интернеттен оқып, или тағы бірдеңе істеуге сіздің уақытыңыз болмаса, ютубтан алып мен тыңдай қоясыз. Сіздерге пайдалы ақпарат бергеніме қуаныштымын. Құрметті достар, ақпарат ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ол канал үшін өте маңызды. Келесі видеода сіздерге ана бұлақ Көктөбе суы туралы көрсететін болам. Жаңадан шығып атқан су көп ауруларға ем. Келесі видеода көрсетемін және тәжірибе жасап өзім алып көремін, өзім ішемін. Сондықтан да келесі видеоны жіберіп алмаңыз, тіркеліп алыңыз каналға. Сау болыңыздар. Қазақ елі аман болсын.